Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен витаминге толы салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Жазғы салат, қазіргі уақытта жасап жейтін салат өте жылдам дайын болады және өте пайдалы. Бұл үшін көп нәрсе керек емес, бар болғаны қияр, қызанақ, сәбіз, болгар бұрышы, менде қызыл түсті, көк түсті, сосын көк пияз, укроп болса болғаны. Осылай тураймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай турасаңыздар болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді, ең бастысы пайдалы салат. Парақшама тіркелмеген болсаңыз, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Менің болашақта басқа да видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп қойыңыз. Осылай бәрін соломка етіп тураймын. Сәбізді үккіштен өткізіп аламын. Менімен бірге осылай жасаңыздар. 2 бөлік чеснок және дәмдеуіштер, мендегі паприка, қара бұрыш, тұз және мята қостым. Енді көк пиязды осылай тураймын. Сосын укроп пен петрушканы да дәл солай турап, үстіне сұйық майды қыздырып, тұрған сұйық майды үстіне құйып, жақсылап араластырамын. Өте жылдам дайын болатын салат. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менде салатым дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Парақшамда келесі кездескенше сау болыңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып кетсеңіздер болады.